Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей құралай әр күн сайын. Қазір мен киініп, боянып алып дайындалып отырмын. Инстаграмға арналған видеоның бас жағын түсіріп жіберу керек. Если что, Инстаграмға жазылған болсаңыздар, көре аласыздар. Бүгін кекстің видеосын Инстаграмға салатын боламын. Семді манго пюресімен әзірленетін кекс. Яғни кекс, капкейки, кімге қалай ыңғайлы. Сондықтан қазір соның видеосын түсіретін боламын. Бүгін ең қызықсыз не болатын шығар. Бүгін ең қызықсыз влог болатын шығар, себебі уже кеш, мен таңертеңнен бері ешқандай влог түсірген жоқпын. Сондай, в общем, бүгін ондай қызықты түсіретін ешнәрсе болған да жоқ. Солай. Қазір түсірілімді бастаймыз. Қазір жарықтың бар жоқтығын айырмашылығын жақсы көретін боласыздар. Міне жарық. Қошы. Біреуін өз осындай жарық қылады. Қазір аз ғана штрихтар қалды. Яғни ол біздің кекстарымызға сахарный пудра себеміз. И болды, видеомыз бітеді. Аяқтаймыз видеоны. Әдеттегідей видеоны жүктедім каналға. Ол хаус қойған атак. Каналдан көре аласыздар видеоны. Уже көрген шығарсыздар, мен мына влогым шығамын деген сіздер уже көріп үлгересіздер. Ой, кім дизлайк басып үлгерді, қараңыздаршы. Видео шықпай жатты, дизлайк. Бір дизлайк. Кім басты екен? Наверное, менің бір хейтерім басқан шығар. Қазір Инстаграмға салатын видеоны монтаждаймын. Содан кейін соны саламын. Кстати, қыздар, менен өте көп сұрақ келді маған. Маған өте көп сұрақ келді. Видеоны қандай программамен монтаждайсыз деген. Мен соткадағы iMovie деген программамен монтаждаймын. Мен күріш ботқасын ішінде жатырмын. Яғни күріш кашасы. Қант салып алдым, салмай салып алдым. Қазір жақсылап араластырып жеймін. Әлі монтаж жасаған жоқпын. Енді осыны жей отырып монтаж жасайтын боламын. Бізде Оралға кететін заказ. Саяхаттар. Бұл Суперкенчек бокс. Заттарын түгендеп, списокпен жазып дайындаймыз. Маған алдыңғы видеоларда, влогтарда сұрапты. Тапсырыс бере аламыз ба деп, әрине бере аласыздар. Телефон номер қалдырамын. Сол номерге тапсырыс бере аласыздар. Ол номерде мен отырмаймын, менің көмекшім жауап береді. Тұрып алдым уже. YouTube деппін ғой. Инстаграмға видео салдым, көпшілігіне ұнап жатқан сияқты. Ойлап отырмын, прямой эфирға шықсам ба, әлде кино көрсем ба деп. Шабдалы деген қазақша көрген фильм бар, соны көрсем ба деп тұрмын. Немесе тікелей эфирге шықсам ба деп тұрмын. Инстаграмға, білмеймін, әлі ойланып тұрмын. Сіздерде де осындай күн бола ма? Мүлде үйден шықпайтын. Мен бүгін мүлде үйден шыққан жоқпын. Тіпті мусор тастауға болсын, магазинге нанға болсын, сүтке болсын, мүлде үйден аша шыққан жоқпын. Мүмкін біраздан кейін шығып жүріп қайтатын шығармын. Бірақ білмеймін, кішкене ауырыңқырап тұрған сияқтымын. Ауырмаңыздар, жылы киініп жүріңіздер, күн салқындап келе жатыр. Прямой эфир өткіздім Инстаграмда. Ешқандай тақырыпқа емес, жай ғана прямой эфирға кіріп әңгімелесіп отырдым. Одан басқа ешнәрсе жасаған жоқпын. Және де бүгін ертерек ұйықтасам ба деп тұрмын. Сағат 9. Ал менің ұйқым келіп тұр қатты. Білмеймін даже.
влогтардың ішіндегі ең қызықсыз влог осы болатын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кішкене ауырыңқырап тұрғаннан кейін үйден де шыққым келмейді, ешқайда барғым да келмейді. Еш нәрсе жасауға көңіл күйім де болмай тұр. Бірақ сіздер мені бәрібір қолдайды деген ойдамын. Мені қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге болғанмен құралай әр күн сайын мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.